Өткен демалыс күндері аймақ бойынша 76 өрт жағдайы тіркелді. Төтенше жағдай қызметкерлері Қайырбаев көшесі 90 үйдің 4-ші қабатындағы пәтерден 1964 жылы туған ер азаматты құтқарды. Қайырбаев көшесі 90 мекен жайында 9 қабатты тұрғын үйдің 4-ші қабатында өрт шықты. Бір бөлмелі пәтерді 5 шаршы метр жерді қызыл жалын шарпыған. Құтқарушылар оқиға орнынан 1964 жылы туған ер азаматты құтқарып алды. Өрт орнынан 1964 жылғы туған үй иесі ауруханаға жеткізілді. Жағдайы қалыпты. Диагнозы ауыр күйдегі газбен уланған. Өрттің шығу себебі анықталуда. Өрт орнында арнайы өрт техникалық сараптама өткізіліп жатыр. Ал пәтер ішінде ішілген ішімдік немесе темекі тұқылдары табылмады. Қазіргі уақытта жәбірленуші жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдайы бір қалыпты дейді дәрігерлер. Өрттің шығу себебі анықталуда. Сондай-ақ сол күні таңертеңгі 10:30-да Катаев көшесі 9 мекен жайында жеңіл автокөлік өрттенді. Белгілі болғандай тілсіз жау бензин буынан шықты. Жүк салғыш салонында өрт сөндірушілер 20 литрліктен құрайтын 3 канистрді қауіпсіз жерге алып қойды. Өрттің шығу себебі бензин буының шығуы. Оқиға орнында жеке құрамнан 5 адам және бір бірлік техника жұмылдырылды. Қызыл жалын 15 минут ішінде сөндірілді. Әйгерім Тоқпанқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.